Құдай сіздер жарылқасын, құрметті қалайық, құрметті бауырластар. Құдайдың қасиетті киелі емі сізге ем болсын. Құдай сіздерді әрқашанда саулықтырсын. Қандай жағдайда болса да, Құдайдың саулығы кенеліп, сіздер Құдайды мадақтаңыздар. Аумин. Қазір біздер киелі кітаптан Матай жазған ізгі хабар 8-ші тарау 14-ші аятта былай жазылған. Соны оқиық. Иса Петрдің үйіне келгенде, оның қайнын енесінің безгекпен ауырып, төсек тартып жатқанын көрді. Иса оның қолына алақанын тигізгенде, қызуы басылып, саулығып кетті. Әйел орнынан тұрып, оларды күтіп, қызмет ете бастады. Көрдіңіздер ме? Құдайдың ғажайып саулығы, Құдайдың ғажайып құдіретті күші Петрдің қайын енесін саулықтырды. Егер де сенің денең ауырып сырқырап жатса, егер де сенде қызу болса, осы әйелдікіндей безгекпен ауырып жатсаң, сені Құдай құдіретті күшімен саулықтыра алады. Өйткені Құдайға мүмкін емес нәрсе жоқ. Құдайдың айтқаны уәдесі ол сенің және менің өмірімде орындалады әрқашанда. Егер де сен әлсіреп жатсаң, егер де сенде вирус болса, я болмаса гриппен ауырып қалсаң, сен Құдайдан саулық жариялап сұра. Айт, Құдай әке, менің денем, ол сенің маған берген сыйын. Мен сенемін, сен мені саулықтыратынына. Мен сенемін, сен айқыш-ағашта мен үшін құрбан болып, өз киелі қаныңды төккеніне, менің саулығым үшін. Мен сол саулықты сеніммен алам деп жарияла. Өйткені Құдайға мүмкін емес нәрсе жоқ. Құдіретті күшті Құдай ол біздерге көктен келген сый, біздерге көктен келген, біздерге Құдайдан ауруларымыз саулығы үшін, бостандық беру үшін, эмоционалдық, физикалық, рухани біздерді саулықтыру үшін келді. Сондықтан біздер әрқашанда Құдайға сеніммен сұрап, сеніммен жариялағанда Құдай біздерге береді. Өйткені осы жерде жазылып тұр. Құдіретті күшті Құдай Иса Петрдің үйіне келгенде, ол көрді сол әйел саулыққа мұқтаж болғанын. Ол тек қана алақанымен қолына тигізгенде, сол мезетте сол әйел саулық алды. Ол орнынан ұшып келді де, оларға қызмет ете бастады дейді. Оны осы киелі кітап айтады. Киелі кітаптағы жазба ол Құдайдың біздерге берген хаты. Құдайдың берген біздерге асыл сөзі. Сол осы асыл сөзге сеніп, біздер де сол әйел сияқты өзімізге саулығымызды қабылдайық, бауырластарым. Өйткені Құдай ол саулықтырушы Құдай. Құдай ол ұлы дәрігер. Құдіретті күшті Иса ол ұлы тұлға. Өйткені оның қолында бүкіл адамның өмірі, бүкіл адамның жаны. Сол саулықты сен қабылдағанда, сол саулық саған кенелгенде, сен өзінің бауырластарымен, өзінің көрші көлемдерімен бөліс. Айт, мен Құдайдан саулық алдым. Мен орнынан тұрып, төсенішімді алып, жүріп кеттім. Мен іс істей бастадым. Мен осы өмірге қуанышты, осы куәлікті айтқым келеді деп, өзінің бауырластарымен, өзінің ағайындыларымен бөліс. Өйткені Құдайдың әрқашанда жарылқауы біздің өмірімізге төгіліп тұр. Саулық арқылы, қуаныш арқылы, мәңгілік өмір арқылы. Өйткені Құдай ол біздерге үлкен сый берді, біздерге өмір берді. Өмірден кейін біздерге бала шағамызды берді. Біздерге әрқашанда үміт пен қуаныш сыйлайтын Құдай. Құдай сіздерді жарылқасын, Құдай сіздерді саулықтырсын, Құдай сіздерге молшылық берсін, амандық пен тыныштық берсін. Иса Масih'ның атынан. Аумин.